егер дейді жәннаттық әйелдерден болған бір әйел мына жерге жәннаттан сығалап қарайтын болса дейді, пайғамбарымыздан жеткен жаңа хадис саллаллаху алейхи ва саллям, ла адаат ма байнахума, көк пен жердің арасын жарыққа жібереді деген. Бір қарауы құрметті жамағат. Ол мына мағыналар емес, ол мына дүниедегі мағыналар емес бұл. Вала малаат ма байнахума рихан, көк пен жердің арасын жаңа тыныстаған кезінде, хош иіс кеткен кезде, көк пен жердің арасы жаңа хош иістеніп кетеді дейді. Вала насифуха ала раусиха, ана басындағы орамалы, мына нәрсеге қарасаңыз қандай жақсы тәрбиелеп жатыр. Жәннаттық әйелдің орамалы бар. Ана басындағы химары дейді, орамалы. Мына жаққа сығаласады, орамалмен сығалайды екен ғой. Сол орамалы дейді, хойрун минад дуния ма фиха, мына дүниенің ішіндегі нәрсенің бәрінен артық дейді.